Ернар, математикадан тағы 5 алыпсың ғой. Iya, сәл сәттілік болса болды ғой. Ал сен ше, дайындалдың ба бүгін тестке? Әрине, бірақ егер қасымда отырсаң, мен міндетті түрде 5 аламын ғой. Өзің онсыз да жақсы оқисың ғой. Онда ертең сен менің жаныма отыр. Жақсы оқитын екеу болайық. Iya, келістік. Олар сондай жарасып кеткен сияқты. Ал мен жай ғана соларды бақылап отырамын ба? Балалар, бүгін жұппен жұмыс істейміз. Мен өзім кездейсоқ таңдаймын. Енді Айым мен Ернар бір жұп болады. Кеттік, Айым, бірге істейміз бе? Иә, әрине. Ернар қиын сияқты. Сен түсіндің бе? Иә, біраз. Қарашы, мұнда тек формуласын өзгертсе жеткілікті екен. Сен мықты екенсің. Көмектесіп жіберші. Міне осылай, қазір есеп шығара аласың. Рахмет, сенің қолыңның ізімен бәрі оңай сияқты болды. Сен де бәрін түсінеді екенсің. Осы екеуі маған ұнамай тұр. Екеуі тым жақсы сөйлесіп кетті. Бұлай болмау керек еді ғой. Айым, сабақтан кейін бірге жаттығып алсақ қайтеді? Ертеңге бәрі дайын болар еді. Иә, мен қарсы емеспін. Түф, мына екеуі нервотип болды ғой. Ернар, сен бүгін менімен бірге дайындаламыз деп едің ғой? Есіңде ме? Иә, есімде. Бірақ кейінірек, қазір емес. Қырсық. Айым, есептің екінші бөлігі қиын екен. Көмектесіп жібере аласың ба? Әрине, қазір түсіндіріп беремін. Мә, Айым, сен шынында да ақылды екенсің. Сенің көмегің де қызық болып кетті. Шынымды айтсам, сені бұрын байқамағаныма өкінемін. Жүрегім біртүрлі болып тұр. Ол шынымен мені ұнатып қалды ма екен? Дана сторис салыпты ғой. Ертең мен Ернармен кофе ішемін. Сонда оны мен ертең кездесе ме? Мүмкін мен бәрін қате түсінген шығармын.
Ернар, кешегі мен салған стористі көрдің бе? Көп адам жарасасыңдар деп жазыпты. Иә, көрдім. Сен бірақ Ернармен кофе ішем деп жазған екенсің ғой. Ал мен оны шынайы кездесу деп ойлап қалдым. Кейде бәрі жақсы басталады, бірақ мен үшін емес шығар. Бәрі жай достық екен. Мен тым көп үміттеніппін. Айым, күте тұршы. Иә, кешірші. Кеше стористі көрдің бе? Иә, көрдім. Ол жай ғана әзіл болған. Мен шын мәнінде сені ұнатамын. Бірақ енді бәрі кеш емес пе? Сен бана екеуің жарасып тұрсыңдар ғой. Жоқ, ол жай дос. Менің ойымда сен болдың. Күні түні. Сен оны бұрын ертерек айтсам болатын еді. Енді мен кетемін. Бәрін ұмытуға тырысамын.